Сіздермен бірге Гаухар. Бүгін мен өте ерекше әрі дәмді құймақтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Маған осындай 4 жұмыртқа қажет болады. Оған жарты шай қасық тұз қосамын және 100 грамм қант қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Мен венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырып алдым. Одан кейін електен өткізе отырып, кішкене бөліктерге бөліп, ұн қосамыз. Ұнның барлығын бірден қосып жіберуге болмайды. Біздің құймағымыздың қоюлығына қарай қосып отырамыз ұнымызды. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Түйіршіктер қалмайтындай етіп араластыруымыз керек. Мінекей достар, қоюлығы осындай болу керек құймағымыздың. Тым қатты қою да болмау керек. Енді оған 350 мл-дай жылы сүтімізді құямыз. Сүтімізді де бірден құйып жіберуге болмайды. Кішкене бөліктерге бөле отырып құямыз. Сол кезде біздің массамыз біркелкі болып шығады. Мінекей менің массам дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді оған мен 2 ас қасық сұйық май қосамын. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Біздің массамыз дайын. Құймақ жасауға маған осындай кесішкі қажет болады, және де силиконовый ложка қажет болады осындай. Және мен бір ыдысқа сұйық май құйып аламын. Кесішкімен табамды майлай отырып, құймағымды пісіремін. Алдымен табамызды орташа отқа қыздырып аламыз. Мен табамды алдын ала қыздырып алдым. Және де құймағымызды жасауға кірісеміз. Құймағымыз 2-3 минутта піседі. Алдымен астыңғы жағын қызартып аламыз. Одан кейін аудара отырып, осындай силиконовый лопаточкамен аудара отырып пісіреміз. Міне бірінші құймағымыз дайын болды. Кішкене қалыңдау болды бірінші құймағымыз. Қазір екінші құймағымызды жұқалау етіп жасаймыз. Табамызға массаны құйып аламыз. Одан кейін екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Барлық құймақты дәл осындай тәсілмен пісіріп шығамыз. Осы рецепті үйде қолданып көріңіздер достар. Құймақты пісіріп көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Массасы түйіршіксіз біркелкі болып шығады. Өзім осы рецепті қолданғандықтан сіздерге де кеңес беремін. Дайын болған құймағымызды тәтті вареньемен немесе қаймақпен столға беруіңізге болады. Мінекей достар, менің құймағым дайын болды. Өте әдемі әрі жұқа болып шықты. Маған лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.